Assalamu алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін көкөністер мен тауық етін духовкада пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен тауық етіне бір тіше сарымсақ турап саламыз. Қара бұрыш, бір кішкене қасық тұз және аз қасықтың ұшымен томат, бір қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Духовкамыздың табағына туралған картофелімізді саламыз. Және пияз, тәтті бұрыш, 2 тіше сарымсақ, сәбізді турап, картоптың үстіне саламыз. Қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды себеміз. 1,5 қасық тұз және 1 ас қасық томат, 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Тауық етін көкөністеріміздің үстіне салып, 200-230 градуста көкөністер мен тауық еті піскенше духовкада ұстаймыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі тез жасалатын тағам түрі. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін.